Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге мынадай сәнді невидимканың жасалу жолын көрсетемін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз. Сіздің әрбір пікіріңіз мен үшін маңызды. Және де әрі қарай пайдалы видеолар түсіруге шабыттанамын. Ал бізге керегі мынадай невидимка, мононит жіп және де әртүрлі размердегі моншақтар. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыз, және де мына монониттен басқа сым проволоки солармен де жасап жатады, бірақ ол қолайсыз сыммен жасаған шаштар арасына кіріп өте бір қолайсыз болады. Мінекей, невидимкамызда дайын болды. Тез әрі оңай жасалынады. Мектеп оқушылары да жасай алады. Жаңа, қызықты әрі пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.